Достар, бағана пышақтың темасы кетті. Енді қараңыздар, осы видеомен бөлісіп қойыңыздаршы достарыңызбен, қалай мусатпен қайрау керек. Мысалы, мен өзім практикада былай көрдім. Бір кісілер болады, мусатты алып алады да, мына пышақ, қараңыздар, пышақты былай теріс қайрап жатады да, деп қайрап жатады сыртқа қарай. Немесе бір клиенттер болады, деп үйкелеп жатады. Олай болмайды. Бұл пышақты, мусатты пышақтың жүзіне қарама-қарсы қайрау керек. Былай өзіңізге қарай. Егер өзіңізге қарай сескенетін болсаңыз, мусатты былай қойып алыңыз, қолыңызбен ұстап алыңыз. Просто міне. Оны асығудың керек жоқ. Просто мына жүздің направлениесінде 20-25 градус примерно аласыз. Үстіп жай ғана басып, қатты басудың да керек жоқ. Жүргізсеңіз, мысалы, мусат жақсы өтеді, пышақ жақсы өтеді, жилет болады. Мысалы, мен өзім үй жағдайында осындай мусат қолданам. Үйге аптасына бір 10 күнде бір, 15 күнде бір пышақты, каждый пышақты алам да, үстіп бір қайрақ қоям. Бұның өзі бір процесс, бұның өзі бір ритуал ғой, былайша айтқанда. Бұны жақсы көріп істеу керек та. Деп былай пышағың өтпей қалды деген ол болмайды. Сол үшін жақсы көріп қайрап, дұрыс қайрап, уылын шығарып қайрайтын болсаңыздар, пышақтарыңыз жилет болады ағайын. Көрсеткенше осы видеомен бөлісіп қойыңыздар.